Қайырлы күн балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. 92-ші беттегі Everyday English Expressing Fear тақырыбын ашамыз. Сол беттегі барлық жаттығуларды менімен бірге орындаңыздар. Және менімен бірге сабақтың соңына дейін бірге болыңыздар. Now I'm glad to see you and to work with you. Now next exercise 1. The dialogue is about Frank's new pet spider. Яғни диалогты оқимыз, бұл не туралы дейді? Франктың жаңа өрмекшісі туралы екен. Және де сол мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріп шығамыз. Сұрақтың жауабының бәрі диалогта бар. Next exercise 2. Read the dialogue again and answer the questions. Яғни сұрақтар берілген. Сұрақтардың жауабында мен сіздерге қалдырдым. Әр сұрақтың жауабын бірге қосып жазып аламыз және есімізде сақтап аламыз. Бұл сұрақтардың жауабында тоже неден аламыз, балалар? Диалогтан аламыз, балалар? Next exercise 3. Find parts of dialogue which mean. Яғни біз сөз тіркестері берілген, сол диалогтың қай бөлімінде, мағынасына қарай табуымыз керек. Мен сізге өзімнің дұрыс нұсқамды қалдырдым. Соны жазып алсаңыздар болады. And exercise 4. Төртте бізде ауызша тапсырма, яғни сол диалогты рөлге бөліп оқыңдар деген, ол бізде ауызша орындалады. Exercise 5. Imagine your friend has a new pet snake. Act out a dialogue similar to the one in exercise 1. Яғни бірінші жаттығудағы диалогқа қарап отырып, сенің досыңның жаңа жыланы бар, сол секілді диалог құрыңдар деген. Мен сіздерге өз нұсқамды қалдырдым. Осыны жазып алсаңыздар болады, балалар. Next, pronunciation exercise 6. Listen and repeat. Think of 2 more words with the same sounds. Morning, sport, boring, garden, mark, park, arm. Балалар, сіздерге бүгінгі сабағымызда лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.